Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойын Жамбыл ауданының тұрғындары ерекше атап өтті. Оған себепте жоқ емес. Бір кездер Абылай ханның кеңесшісі болған Керей мен Уаққа қолбасшылық еткен Қожаберген жырау Жамбыл ауданындағы Гүлтөбе деген жерде туып, сонда жерленген. Сондықтан ұлы бабаның ұрпағы қазақ елінің құрылуын бар сән салтанатымен атап өтуге тырысты. Қожаберген жырау қазақ хандығын құруда алар орны ерекше тарихи тұлға. Әз Тәукенің оң қолы болған батыр, әділ билік құра білген жерлес бабамыз 20 жыл бойы қолбасшы болыпты. Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойында өңірдің игі жақсылары Қожаберген жыраудың мазарына барып, баба аруағына құран бағыштады. Кейін Пресновка селосындағы ескерткішке гүл шоқтары қойылды. Ел көлемінде аталып өтіліп жатқан шарадан жамбылдықтар да тыс қалмады. Олар 5 ғасыр бұрын Керей мен Жәнібек құрған хандықтың іргетасының бүгінде мәңгі мемлекет болып отырғанын дәлелдей түсті. Қазақ хандығының 550 жылдығын батыр, қолбасшы, әділ би, шешен, ұлы Қожаберген батырдың туған жерінде атап өту азаттық сыйлаған бабаларға деген құрметтің белгісі. Қожаберген Толыбайұлы туған жерін қорғап, қалың жауға қарсы қол бастаған сардар батыр. Қиын кезде елін, жерін сақтаған көреген елші, кемеңгер ойшыл болған. Оның Елімай дастаны 1723 жылғы Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама атаған ірі апаттың бейнесін ел көзіне елестеткен бірден бір тарихи құжат. Теріскейде туып, жаумен жағаласып, халқының мұңын жырлаған Қожаберген жырау ұлт мақтанышы. Сондықтан еліміздің қалыптасу жолында оның алары орны бөлек. Ұйымдастырылған бар шара театрландырылған көрініске толы болды. Мінбеге шығып сөз сөйлегендерде тарихшыларда, оқушыларға білімдерін сусындатып жүрген жандарда. Бастысы өткенді ұмытпау, олардың ерліктерін үлгі етіп, жас буынға патриоттық сезім ұялату деді. Әскерін 23 жыл басқарған қолбасшы, әйгілі ғұлама, шежіреші, солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданының тумасы Қожабергеннің тарихта орны ерекше. 1688 жылы Әз Тәуке бастаған бірнеше қазақ жақсылары 25 жастағы Қожаберген жырауды орда басы етіп сайлады. Жалпы бұл мереке біз үшін өте маңызды. Себебі солтүстік территорияда өзіміздің мемлекеттілігімізді көрсететін бірде-бір шара. Мен мектепте сегіздің болғандықтан бұл мен үшін аса маңызды. Себебі патриоттық тәрбие беруге өте үлкен зор көмегі бар. Сыныптан тыс сабақ барысында біздің осы жалпы оқу тәрбие концепциясында осы жылы Қазақ хандығының 500 жылдығы негіз болып тұр. Шу мен Талас өзендері бойында бір кездері Керей мен Жәнібек хандар бөлек ел құрған. Оны қазақ деп атап ту көтерді. Бұл тәуелсіз мемлекет құрудағы алғашқы қадам болатын. Бірі хан, бірі батыр, бірі би бола отыра 300-дің бұқарасы бір жұдырыққа бірікті. Сондықтан болар Қазақстан өз күшін жойған емес. Бүгінде әлем елдері санасып, экономикасы мен саясаты нығайған ұлы мемлекетке айналды. Қазақ хандығының мерейтойы барша ұлт өкілдерін біріктірген, еліміздің елдігін мақтан ететін мереке. Қазақ хандығының 550 жылдығына құрылғанына үлкен ел болып тойлап жатырмыз. Өзіміздің ауданда да осындай үлкен іс-шара өткен. Енді осы біздің еліміз тұрақты болып, жақсы болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Осы көк байрағымыз көгімізде жалауымыз желбірей берсін. Соны ешқашанда жерге түсірмей. Міне үлкен мереке ұйымдастырып жатырмыз. Біз шешен ұлттық биін билейміз. Қазақ халқы бүкіл ұлт осы елімізде бүкіл ұлттар тұрады. Сол бәрі бір-бірімен тату, ешқандай кедергі жоқ деп ойлаймын. Жамбыл ауданында өткен дүбірлі тойда жыршы термешілердің сайысы өтті. Оған 8 термеші қатысты. Ал қазақша күрес додасында 63 балуан өз бақтарын сынады. Әрине, қазақтың тойы ат жарыссыз өткен бе. Көкпар тартып бәйге де ауданда орын алды. Сәйгүліктердің сайысына 13 тұлпар қатыстырылды. Топ бәйге 10 шақырым болды. Барлық жарыстардың жеңімпаздары ақшалай сыйлықтарға ие болды. Гүлнар Сайлауқызы, Орал Амыренов, ақпарат.